Ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Атырау халқы баршаңызға бүгін бір жақсы жаңалық естіп қалдым Арман Хайруллиннің постынан. Яғни теңіз бен жайықтың сағасын қазуға 15 миллиард теңге ақша бөлінбек екен. Енді осы орайда адамдардың пікірлері сансаққа жүгіріп жатыр. Біреулері алдап кетпей ме, алдыңғы жылы Павлодар порты қазған сияқты, олар қайтып біте қалды деген сияқты. Екінші адамдар, орыстар су жібермей жатыр бізге деген сияқты алып қашпа әңгімелер өте көп. Шыны керек, сіздер білсеңіздер, Россияда 19 водохранилище салып тастады. Олар көбеймесе, енді азаймайтын түрі бар. Сол себепті біздің жайыққа су аздап қана келіп, енді қосылатын жері, теңізбен қосылатын жері өте тайыз. Өздеріңіз көрдіңіздер, мен су кешіп жүрген бір видеом көрген боларсыздар. Енді бізге бұл жерде амал қалмады. Өйткені не істеу керек? Қазу керек. Бірақ қазғанда әдемілеп тұрып қазу керек. Алдыңғы жылдай қалай болса солай емес. Дұрыстап кәдімгі, дұрыстап қазу керек. Енді осы орайда бүткіл Атырау халқын, Атырау балықшыларын, теңізге шығатын жігіттердің бәрін жаңағы бірігуге шақырам. Бәріңіз ертең теңізге барған кезде жолдың бойында ана қазады ғой. Енді көктемге шейін балық уылдырық шашуға шейін қазып тағанды жақсы көріп отыр. Егер сол ақша бөлініп нетіп жатса, онда тіпті нұр үстіне нұр болар еді. Өйткені қазылып тез балық кіріп, жайығымызға ары қарай уылдырық шашып кетсе, өте керемет болар еді. Енді осы орайда бүткіл балықшылардың бәрін жаңағы сіздер қайықпен сол жерде көп жүресіздер. Ана жайықтың бойында қамыс өте көп, 3 метрден асады. Өздеріңіз салғырттық жасамаңыздар. Қамысты жұлып алып, келіп, тексеріп, көріп, видеоға түсіріп, біздерге мән-жайдың бәрін жіберіп отырыңыздар. Осы жерде бүткіл Атырау балықшыларын жаңа кім соған қатысты бәріңізді осы жерде бірігіп, бәріміз осы жерде осындай жұмыс атқаруға шақырам. Яғни бәріңіз видеоға түсіріп, қалай қазып жатыр, халтуры жасап жатыр ма деген сияқты, соның бәрін өздеріңіз бәріміз өзіміз қадағалайық. Өйткені бұл өзімізге керек болады. Баяғыдай жайықта жайық толсын десек, баяғыдай балық толсын десек, жұмыс болсын десек, бұл бізбен сізге өте керек. Бұл жайық бізбен сізге керек. Сол себепті бәрімізде қадағалап, ертең қазған уақытта қадағалап отырайық. Бәрін мән-жайдың бәрін сіздер жіберіп отырыңыздар. Салғырттық жасамайық. Бәріміз бірігіп, осыған жұмылып, бәріміз тексеріс жасап, бәріміз осыны қадағалап отырайық ағайындар. Ал осы менің айтпағым.